Сәлем достар, сіздермен бірге FakMak арнасы. Бүгін біз сіздерге топ 5 қызықты коллекционерлер жайлы айтатын боламыз. Фермер Генрих сыра кружкаларын жинаумен айналысады. Оның 20 000 сыра кружкалары сақталған кішігірім музейі бар. Ол өзі сыра ішпейді, бірақ 1997 жылдан бері кружка жинайды. This collection represents 35 years of my life. Oh, careful. Our journey begins with this mug. David, the microphone. Whoa! Герберт Чавес Суперменнің 1300 мүсінінен тұратын коллекция жинады. Жас жігіт комикс кейіпкеріне шынымен құмар. Чавес өзінің сүйікті кейіпкеріне ұқсау үшін тіпті пластикалық хирургтардың көмегімен жүгінуге мәжбүр болды. Олар оның бет пішінін өзгертіп берді. Джек Шофтың атақты сағаттар топтамасы 1500 данадан асады және Гиннес рекордтар кітабына енген. Шофқа сағаттарды сақтау үшін қораптар да қажет емес. Барлық дерлік экспонаттар оның үйінде қабырғаларында безендірілген. Онда бос орын жоқ. Кристиан Даке 20 жыл бойы полиция қалпақтарын жинап келеді. Ол әртүрлі пішіндердің, түстер мен өлшемдердің бас киімдерін жасады. Өзінің хобби үшін жаңа заттарды іздеу арқылы 500-ден астам қалпақ жинаған. Бір тілім пицца ашықта да жанға да пайдалы екені даусыз. Бірақ көпшілігіміз пицца қораптарын тамақтанғаннан кейін лақтырып тастайтын болсақ, Скотт Вейнер оларды пәтерінде жинағанды жөн көреді. 2013 жылы Скотт 600-ге жуық пицца қорап коллекциясын жинап, әлемдік рекорд орнатты.